Муслим хаус деген сөз, өзі аз айтып тұрғандай, муслим деген сөз енді біздің тікелей дінге қатысты, маман дайындауымызға қатысты. Хаус деген сөз үй мағынасын береді. Бұл да осы жердегі шәкірттердің өздерінің ақылдаса келе орталарынан шығарған өздерінің атаулары, өздеріне ұнайды. 2019 жылы жалпы Ақтөбе облысының төңірегіне дін мамандарын дайындау деген бір үлкен жоба бастағанбыз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-бірімен үйлесімді бір керемет дін мәселесіне қатысты жұмыс жүргізе алатын мамандарды дайындаймыз деген бір үлкен бастама бастағанбыз. Сол бастаманы бастап Ақтөбеден дайындық бөлімін аштық Нұр-Мүбарактың, яғни ілім тәрбиеге қатысты мамандарды дайындаймыз деп. Одан кейін сол жерден дайындап Нұр-Мүбарак университетіне грантқа түсіріп, осы жерге мамандарды жібердік. Бір жылдық дайындық бөлімінде мамандарды дайындау бұл жеңіл. Ал енді қиыншылықтардың барлығы Алматыға келгесін, университеттің қабырғасына келгесін, шынайы даму осы жерде екен негізінде. Бұл жерде білім саласынан даму керек, бұл жерде технологиялық саласынан даму керек, бұл жерде жалпы адами құндылықтар даму керек. Сол үшін 2022 жылы келіп, сол өзіміздің дайындық бөлімін бітірген шәкірттердің бәрін басын қосып, осы жерде нақты өзіміздің мақсатымыз, діттеген меже және оған барудың жолдары деген секілді осы жерде шәкірттермен бірге отырып ақылдастық. Соның төңірегінде осы артымызда тұрғандай Муслим хаус деген бір жоба шықты. Қазір қоғамдық қор ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен заңды бір жоба. Қазір бірнеше жылдан бері әртүрлі әлеуметтік желілерден жарық көріп, белгілі бір қоғамда танылатындай деңгейге келіп қалды. Алла тағала лайым жақсы жағынан, дұрыс жағынан танытсын иншалла.